менің атым Диляра. Мен 11-ші сынып оқушысы және болашақ пиар маманымын. Бүгінде менің жұмысым тек идеялар табуға емес, оны адамдарға жеткізу жолын табуда. Пиар және қоғаммен байланыс бұл жай ғана кәсіп емес. Біз адамдарды тыңдаймыз, түсінеміз және олардың жүректеріне жол табамыз. Пиар ол сенім қалыптастыру. Болашақ пиар маманы ретінде менің міндетім қоғаммен дұрыс байланыс орнастырып, олардың сеніміне кіру. Бұл үлкен жауапкершілік. Журналистикадағы тәжірибем арқылы менің пиар саласына деген көзқарасым тереңдеп келеді. Мен әр оқиғаны тыңдап, оны дұрыс жеткізудің маңыздылығын түсіндім. Мен қазірдің өзінде өз жолымды бастап Қызылжар телеарнасында ұрпақ бағдарламасына қатысып жүрмін. Телевидениеда жұмыс істей отырып, мен пиардың қаншалықты маңызды екенін түсіндім. Бұл тек сөзден құрылған жұмыс емес. Бұл әрбір аудиторияға әсер ету жолы. Адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасау, ақпаратты қызықты жеткізу, бұл нағыз пиар өнері. Қазіргі әлемде пиар цифрлық медиа мен жасанды интеллектке тәуелді. Әлеуметтік желілерде дұрыс стратегия құрып, аудиторияның назарын аударту пиардың басты міндеттерінің бірі болып саналады. Мен әлеуметтік желілерді белсенді жүргіземін, және бұл арқылы адамдардың қызығушылығын қалай арттыру керек екендігін үйрендім. Мысалы, бір пост дұрыс әрі терең оймен жазылса, ол мыңдаған адамдардың ойын өзгерте алады. Менің санамдағы пиар бұл адамдармен шынайы қарым-қатынас. Бұл креативті шығармашылық және үлкен еңбек. Егер біз дұрыс сөйлеп, адамдарды түсінсек, біз кез келген мақсатқа жете аламыз. Пиар бұл тек байланыс емес, бұл әлемді жақсы жағына өзгерту құралы. Менің мақсатым осы саланың үздігі болу. Ал сендер менімен бірге осы жолды бастауға қалай қарайсыңдар? Қоғамды шабыттандырып, сіздерді бірге өсуге шақырамын. Пиар ол менің санамдағы күш.